Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода үй жағдайына наггетси жасап үйренетін боламыз. Өте дәмді болып шыққан, әрі қытырлақ болып шыққан. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, біз тауық етін маринадтайтын соусын дайындайтын боламыз. Мінекей бір жұмыртқамызға паприкамыз бен қара бұрышты салдым. Оның үстіне осылай майдалап чеснокты қосатын боламыз. Майда қып турасаңыздар да болады. Мінекей енді барлығын үстіп араластырып, мен негізі тауық етін турағаным көрінбей қалыпты. Ұзыншақ қылып тауық етін турап, өздеріңізге қолайлы қылып, мінекей видеода көрсетілгендей соны салып араластырып, кем дегенде 30 минутқа қоясыздар. Мен негізі бір түнге қойып қойдым. Енді мінекей бір түн тұрды, холодильникте өте әдемі маринадталған. Енді ұнға аунатып, одан кейін жұмыртқаға аунатамыз осылай. Және де панировочный сухариге осылай аунатып дайындап алатын боламыз. Мінекей барлық тарелкаға осылай барлығын ұзыншақ қылып мен турадым осы тауық етін. Яғни бізде бұл тауықтың төс еті. Осыны пайдалансаңыздар өте әдемі тәтті болып піседі. Мінекей қызып тұрған майымызға салып пісіріп алатын боламыз. Менде майдан асты қатты шығып тұрған жоқ. Яғни қатты шығып тұрған майға пісірсеңіздер ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті осылай жай ғана қызған майға барлығын салып, бетін жауып, бір бетін пісіріп аламыз. Одан кейін барып екінші бетін пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде бірінші беті пісті, екінші бетін осылай дәл видеодағыда көрсетілгенде барлығын аударып, және де қақпағын жауып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің наггетсилеріміз әп сәтте дайын болды. Өте дәмді, сондай керемет қып-қызыл болып піскен, өте керемет болып піскен. Шында да негізі паприканың орнына ашты бұрышты қоссаңыздар да болады. Сол кезде біздің наггетсилер өте ашты, әрі аштыны ұнататын адамдарға сондай керемет болып тұрады. Мінекей ортасы да керемет болып піскен. Міне ортасы сондай дәмді болған. Негізі кетчуппен жесеңіздер де болады. Кетчуппен де өте дәмді болады екен. Әсіресе ашты кетчуппен өте дәмді болып үйлесті. Сондай керемет болған, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, қазір бірге наггетсидің дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған келін камайра құландық келінге подписывать етіп, және де қоңырау шаны басып, все дегенді басып қойыңыздар. Менің әрбір салған видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар.